1980 жылы Мәскеуде Олимпиада ойындары болды. Сол Олимпиадада қазақ баласы Серік Қонақбаев күміс жүлдені жеңіп алды. Серік Қонақбаевтың жеңісін тамашалап отырған Бекзаттың анасы, менің де ұлым ертең Олимпиада чемпионы болады, деп айтқан екен. Себебі Бекзат 1980 жылдың сәуір айында дүниеге келсе, Олимпиада 1980 жылдың қыркүйек айында өтіп жатыр. Анасының сол тілегі қабыл болып, Бекзат Саттарханов тура 20 жылдан кейін Олимпиада чемпионы атанған екен. Олимп шыңының ұшар басында ақтық айқас алаңында екі ақ батыр қалады. Бірі 1999 жылғы әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуарес, ал екіншісі қазақ баһадүрі, бұған дейін жалпақ дүниеге аты беймәлім Бекзат Саттарханов. Екеуі түйдей құрдас. Бекзат Рикардомен жекпе-жекке шықпас бұрын бас бапкері Тұрсынғали Еділов пен ағасы Ермахан Ыбырайымовтың ақылын тыңдады. Рикардоның бұрынғы айқасы басылған бейнетаспаны неше мәрте пысықтап көрді. Жаратқан иеге ұзақ жалбарынып өзін сабырға шақырды. Тура Түркістаннан аттанар алдындағы көрген түсі тағы да ойына оралды. Күмістей аппақ сақалы белуарына түскен қария алтын медальды мұның мойнына іліп жатыр екен. Алматы әуежайында бауыры Мақсатқа осы түсін айтып берді. Құдай қаласа, ол жалық айтатын шығармын деген. Және солай болды да. Осылайша, алаш жұрты 20 жыл сарыла күткен алтын медаль Бекзаттың қанжығасына 2000 жылы қыркүйек айында Сидней Олимпиадасында байланды.